Ал кайырлуу күн, каалайсыздар? Мен жаз бою кыяр эктик энди. Кыяр эктик, саттык. Кей кездерде осунун ырылөө-ырылөөлөрү өтпөй калатын. Сону бекерге тастаганча деп осулай бочкелерге жапканмын. Бирок мына жерде канча бочка бар билбейм, бир 10 чакты бочка бар шаар. Мына жакта жүгөнү шашара койгон, мән бермеңиздер деп коюп айтат дейт го. Сол енді мыналар кейінде уже октябрьде жапкам да, буларды уже сырттарынан білініп тұр ғой. Мына жақтағылардың бәрін сентябрьдің баш жағында, сентябрьдің орта жағында жапқандарым. Енді осы біреуіне көзім түсіп тұр. Осыны сіздермен бірге ашып көрейік, пысымылда деп. Білмеймін, мына біреулердің тұздары сыртына шығып кеткен ба, что-то мыналардың да суы или мына бір жерлерінде бір не тесік бар ма, бірдеңкеші, осыны бір ашып көрейінші, қалай болып тұрғанын білмейді екем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Осы бір жерлерінен су не қылып тұрады да, не үшін екен, соған бірінші ашып көріп отқан жағы. Бисмилла, жапқан нәрсең таза тұрса қуанасың, таза тұрмаса білмеймін енді. Бисмилла. Ох дей, міне суы тап-тынық болып тұр. Мыналар хреннің жапырақтары ғой. Сосын мынау шиенің жапырағы. Шиенің жапырағында сохранить етіп сақтап тұрады деп естігем, сосын сап қойғам. Бисмилла, енді көреміз қазір. Негізі бұның суы толатұғын. Сол мына бір жерлерінде бір не бар сияқты да, суланып тұрады, сырты су ағып, соғанға ашып көріп атқан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынандай үлкен огурцылар ғой. Иісі деген күшті болып тұршы. Міне, свежий болып тұр кәдімгідей. Қазір көрейік енді, біреуін жеп қалай болар екен. Мына бір кішірегін жеп көрейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Керемет. Сочный, мощный болып тұр. Міне іш жерінің ешқандай іші жұмсамағанда керемет болып тұр. Ал енді сатуға шығара берсек болады.